Қарасай ауданында 124 дауыс беру учаскесі жұмыс істеп тұр. Халық ең көп шоғырланған аймақтағы күтпеген қызықтар да болды. Тұрғындар түрлі образдарда киініп келіп, өз таңдауын жасады. Қызықты әрі ерекше сайлау барысын әріптесім Шұғыла Баймұхан бақылап қайтты. Таңмен таласа дауыс беруге келген тұрғындар қатарында сүйкімді қоян мен қазақи нақышта киінген қонжық та болды. Күтпеген қонақтар көптің көңілін көтеріп, өз таңдауларын жасады. Ал енді бір референдум учаскесінде ақ жаулықта желер ән шырқап, шашу шашып бата берді. Сондай-ақ белгілі өнер тараландары да бұл іс-шарадан қалыс қалмады. Алғашқылардың бірі болып танымал театр және кино актері Болат Әбділманов дауыс берді. Бұл референдум шын мәнінде жалпы ұлттық біздің тәуелсіз Қазақстанның тарихындағы бір жарқын беттер деп есептеймін. Өйткені бұл біздің болашағымыздың, елдігіміздің, мемлекеттігіміздің нышаны. Сондықтан да осы референдумға қатысуға келдім. Референдумда жастар қауымы ерекше белсенділік танытты. Оларға арнайы сыйлықтар да қарастырылған. Ал Түрік этно-мәдени орталығының мүшелері Жандосов ауылында дауыс беріп, жүрек жарды тілектерін жолдады. Біз түрк халқымыз бірлікті, таттылықты қолғаймыз. Қазақстан аман болсын, еліміз таттылықта жасасын. Қазақстан гүлдене берсін. Çünkü біз ойлаймыз, болашағымыз бақытты болсын, таттылықта өмір сүрсін. Бәріміз жақсылыққа жете берейік. Ән, би, күй дауыс беруге келген сайлаушылардың көңілге керемет. Таңғы сағат 7-ден бері Қарасай ауданының түкпір-түкпірінде түрлі іс-шаралар ұйымдастырылып, саяси науқанның көркі қызуда. Өз таңдауын жасауға келген тұрғындар жәрмеңкелерді де аралап жатыр. Көптің назарын ерекше аударған осы қолөнершілердің өз қолдарымен жасаған бұйымдары. Қазақи нақыштағы бұл бұйымдарды Бегдайыр әулеті өз қолдарымен жасаған. Ұрпақтар сабақтастығын көрсеткен мерейлі отбасы алдымен өз брендтерінде киім киіп келіп, немерелерімен бірге дауыс берді. Артынша қолөнерлерін көпшілік назарына ұсынды. Бүгінгі мына референдумға отбасымызбен дауыс беруге келдік. Енді бұл өзімізге, мемлекетімізге маңызды күн. Соған бір ауыздан дауыс беруге келдік. Қарасай аудандағы 124 сайлау учаскесінде 904 комиссия мүшесі референдум тәртібін қамтамасыз етті. Ал 484 бақылаушы жалпы процестің ашық әрі заңға сай өтуін қадағалады. Шұғыла Баймұхан, Нұрлан Доспағанбетов, Қонаев медиа.